Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Рамазан ТВ каналы. Мен сіздерге бүгін YouTube арқылы ақша табудың алғашқы нақты қадамын түсінікті, четкий етіп көрсететін боламын. Достар, каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, келесі қызықты видеоны жіберіп алмаңыздар. Сонымен достар, біз бастаймыз. Бастамас бұрын бір ескертетін жайт, барлығымызда Google Chrome болу керек. Мына сайт. Бұл не үшін? Мен сіздерге бастан түсіндіремін. Барлығымызда телефонымызда YouTube приложение бар екені анық. Осы YouTube приложениені бұл бізде телефонға арналған версиясы. Бұның жұмысын біз уақытша тоқтатамыз. Қалай? YouTube приложениенің үстінен басып тұрсаңыздар, осындай батырмалар шығады. Кейбір телефондарда настройка арқылы кіреді. Настройка, приложениелердің ішінде, барлығының ішінде осы YouTube'ты тауып аласыздар. Оның ішіне кірсеңіздер, міне осылай шығады. Және біз YouTube'тың жұмысын уақытша тоқтатамыз. Остановить. Бұл кнопканы басқан кезде көбісінде мынадай сұрақтар болуы мүмкін. Менің каналымдағы видеолар өшіп кетпей ме, немесе каналым өшіп кетпей ме, аккаунт өшіп кетпей ме? Жоқ достар. Ешқандай да аккаунт өшпейді. Қорықпай баса беріңіздер. Бұны тоқтатуымыздың себебі, бұл приложение бізде телефонға арналған версиясы. Яғни біз қазір Chrome арқылы қайтадан YouTube'тың компьютерлік версиясына өтетін боламыз. Сол кезде бұл қайтадан телефонның приложениесіне бізді лақтырып жіберуі мүмкін автоматически. Сондықтан да біз телефондық версиясын уақытша тоқтатамыз. Chrome арқылы кіреміз. Мұнда YouTube для ПК деп жазамыз. YouTube'қа кіреміз. Міне бізде установлено деп жазып тұр. YouTube'қа кірмейді бұл сайтқа кіреді. Көрдіңіздер ме достар? Қазір бұл телефонның приложениесіне кіріп кетер еді, егерде біз оны тоқтатпай алғанда. Сонымен мұнда кіргеннен кейін мына оң жақ бұрыштағы батырманы басамыз. Осының ішінде міне үшінші тұр. Творческая студия. Достар, мой канал, покупки и платные подписки және творческий студия деген тұр. Творческая студияны басамыз. Және осы видеода бір айтып кететін жайт. Біреулер айтып жатады, видеоны саласың, болды, ақша төлейді деп. Жоқ. YouTube'тың да өзінің қоятын шарттары бар. Сонымен міне мұндағы сол жақтағы бұрышта мына үш сызық бұрыштаманы бассаңыздар, мінекей, мұнда барлығы да көрсетілген. Главная контент. Бұл уже бізде компьютерный версиясы, старый версиясы. Көп видеоларда байқасаңыздар, бұлай четкий түсіндірмейді. Яғни осылай бірден каналға кіре салады, оған қалай кіру керек, қалай жаңағыдай YouTube приложениені тоқтату керек, барлығын осылай четкий түсіндірмейді. Мен сіздерге
барлығын түсіндірем. Және осы жерде монетизация деген тұр. Мынандай доллардың суреті тұр. Ең астынан есептегенде 3-ші тұр. Осы монетизацияға басамыз. Монетизацияға бассаңыздар, мінекей мұнда YouTube'тың шарттары көрсетілген. Яғни мұнда 1000 подписчикке жету керек, 4000 сағат қаралым жиналу керек, және аккаунтыңыз қорғалған болу керек, және ескертулер болмау керек YouTube'тың администрациясынан. Мен бұл жерде монетизацияны әрине қосып қойғанмын. Осы жерде сіздер қосатын боласыздар. Ары қарай ақшаны YouTube сразу төлемейді. Яғни жаңағы осы шарттарды орындалу керек. Аккаунтыңыз міндетті түрде қорғалған болу керек. Бұны қорғалғанға өте оңай жасау. Және 1000 подписчик жиналу керек. 4000 сағат қаралым жиналуы керек. Және YouTube'тың администрациясынан ескертулер болмау керек. Міне мұнда орысша жазылған. Когда все требования будут выполнены и вы сможете подать заявку, мы отправим вам уведомление электронный почта. Яғни почтаға хат келеді, ары қарай не істеу керектігін сіздерге келесі видеоларда көрсететін болам. Яғни бұл шарттарды орындағаннан кейін де ары қарай Каспий немесе сіздің өзіңіздің банкомат карточкаңызды тіркеу керек болады. Оның коды кешірім сұраймын, через почта арқылы келетін болады. Ол видеоларға әлі ораламыз. Әзірге осы видео сіздерге көмектессе, каналыма жазылып, қолдау көрсетіп, қоңыраушаны басып, лайк басып отырыңыздар достар. Сіздерге пайдалы видеоларды шығаруға тырысамын. Көргендеріңізге өкінбейтіндей, нақты сіздерге егер осы видео көмектессе, менің де қуанышым шексіз.